만개교 살인가? Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бірге мен Бесқой. Видеода біз 24-ті 7-ші есепті қарастыратын боламыз. Видеоны алмастырмай каналға тіркеліп басып жазып алуға болады. Біз бастаймыз. Мен бірінші берілгенін жазып алайын. Так, берілгені 24-ті 7-ші есептің берілгенін қазір жазып аламын. Сосын видеоны жалғастыратын боламыз. Так, достар, мен берілгенін жазып алдым. Енді ары қарай шығарамыз. Бұл жерде x қосу 20 y тең 37 дегенді бірінші x-ке мән беріп, сосын бөлетіндерімізді y-ті табатын боламыз. Кеттік. 20 y тең болады да 37 минус x болып барады. Содан кейін ана астында 5y тең 7 минус x болып барады. Бұны жалғастырып жазатын болсақ, енді міне мына 20 мына жаққа бөлу болып барады ғой. Мына 5 мына астына бөлу болып барады. Сол сияқты мына екеуі мыналарға бөлініп барады. Мынау өзінігіне бөлініп барады астына. Мынау мынаған бөлініп барады. Так, соны жазып алайық. Бұл мынаған мән беріп болдық. Енді екінші y-ге мән береміз, міне мына y-ге. Тағы да осындай сәйк кесе x y. Енді осыны біз координаталық кестеге белгілеуіміз керек. Мыналарды жазып алған болсаңыз, осыларды өшіп тастайын. Осыларды жазып алған болсаңыз, мыналар тұра берсін. Мыналар тұра берсін. Сосын осы тұра берсін. Мынау өшірем жазып алсаңыз, күшем 1, 2. Так, достар, мен координаталық кесте сызып алдым. Енді осыған міне осы жауаптарымыз белгілейміз. Так, бірінші x-іміз бізде қай жерде тұр? Минус 3. Минус 3 бізде мына жерде тұр. Мынау өзіңіз білетіндей x өсі, мынау абзаца ордината өсі, мынау y өсі. Үшіміз бізде қай жерде? Минус 3-іміз міне мына жерде. Қызылмен білдірейін. Мына жерде қызыл басты. Так, келесі нүктеміз бізде мынау 17-ді табамыз енді. 17 мына жақтарда. Сол үшін примерно нүктені сояққа белгілейміз. Міне бір олғасын, ол примерно осы жерлерде ол керек онда. Біздің өйткені қаранды былай келеді ол мына кішкентай сызықтар. Сол кезде сол үшін біздің нүктеміз осы жерде. Өйткені біріміз мына жерде. Былайына апарат сызық. Бүйтпей сызықтар сызықпаймыз сосын. Так, енді келесі мынаныкін табамыз. Оның x-і 2-де дейді. Сонда келесі x-іміздің 2-де болса, ол мына жер. Y-іміз 1 дейді, ол мына жер. Сонда біздің мына нүктеміз, сызатын нүктеміз ол осы жерде. Өйткені бүйтіп кішкентай сызықтар өтіп жатады. Кезде осы жерге келеді, былай тікесінен келіп беріп қой бір-біріне. X осінде 2-де, Y осінде 1-де тұр. Аха, бұны біз белгілеп алдық. Енді X осы минус 3-де дейді. 3 ол мына жер, ал Y осы 2 дейді. Ол значит ол мына жер. Енді осы бойынша сызық сызамыз. Мына жерден бастайды да былай. Осы нүктелер арқылы өтсе, сонда біздің екі қиылысқан түзуіміз қай жерде қиылысып тұр? 2-де қиылысып тұр, міне 2-нің өруінде және 3-тің өруінде. Сонда біздің жауабымыз міне осылай қарасақ, сонда біздің жауабымыз болады x-іміз минус 3 2. Осындай жауап шығады. Так, балалар, біз берілгенін жазып алдық. Енді жалғастырып шығарамыз.
Так, балалар, бізде осылай шығады. Міне, қараңыздар. Жалғастырып жазып аламыз да, мына y тең дейміз да, -33, содан -y, плюс 8x болып өтеді. Содан кейін -y тең дейміз. Біз y тауып жатырық. Аяқтағы 29 тұра береді. Сосын 7x, -7x болып барады. Бұлай бізге ыңғайлы ғой. Қарағанда. Чем бұлай қарағанша, осылай қараған жақсы. Осылай шығады. Енді осыларға мән беріп көрейік. Осыларға мән береміз. Бірінші теңдікке мән бердік. Бірінші керекке мән бердік. Енді екінші керекке мән береміз. Енді біз мән беріп шықтық. Енді осыны жазып үлгерсеңіз, мен бұл жерді өшіре тұрам. Осы мәндерді есіңізге сақтап қалдыңыздар. Бірінші x-іміз 5. X-іміз ол 5 мін жерде. 7 дейді ол. 7-іміз ол мін жерде. Осы жерде. Сонда точкамыз мін жерде болады. X 4-те дейді. Ол мін жерде 4. Y-іміз -1-де дейді. Ол мін жерде. Сонда біздің нүктеміз мін жерде. Так. Енді келесі мынаған мән береміз. Осыны белгілейтін боламыз. X-іміз 4-те. X4 ол мін жер. Y -1-де ол уже бар. Міне тұр. Значит, тағы осы нүктеден өтеді. Так, енді осыны бірінші сызып алайық. Жаңағы бірінші жауаптарды белгіледік қой. Осыны бірінші осылай белгілеп алайық. Енді екінші x, y-тің жауаптарын координаталық кестеге белгілейміз. Сонда x4-те дейді. Бұның нүктесін жасылмен белгілеймін. x4 ол мын жерде, y -1 ол мын жерде. Значит, осы нүктеден өтеді дәл. Және де x5 дейді. x5 ол мын жер. y6 дейді ол мын жер. Жақсы. Сонда біздің нүктеміз осы жерде болып тұр. Енді біз осыған не сызамыз? Осыған енді сызық сызамыз. Сонда дәл осылай өтеді сонда. Достар, сонда біздің қиылысып тұрған жер нүктеміз ол мын жер. Міне. Осы жерде қиылысып тұр. Міне. Осы жерде қиылысып тұр. Сонда біздің жауабымыз болады. Қиылысып тұрған жеріміз 4. Және де мын жерде ол -1. Шеу балалар, осы екінші есептің жауабы. Осыны жазып алыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Жалғасын комментарияға жазып кетіңіздер. Жалғасын сол кезде шығарам. Жалғасы керек болып жатса. Балалар, міне осы жауабы.